Қайырлы күн дегеннен бірден Таңшолпанға қатысыңыз бар екенін түсінуге болады. Бүгін мен қазақ тілін үйренемін, қазақша сөйлегім келеді десеңіз, Кәріс қызына қазақ отбасына келін болып келу қандай? қазақ тілді пабликтерге жазылыңыз, 95% деген ол 10 адамның 9,5-ы. қазақша ән тыңдаңыз. Өзекті тақырып көтерілгенде елдігімізге қатысты, жерімізге қатысты тек қазақтар ғана өзінің пікірін айтады. Қазақша бағдарлама көріңіз, қазақша сөйлеуге тырысыңыз. Мен қазақтардың еркелетіп өсірген корей қызымын. Бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу. Бүгінгі қонағымыз журналист Ирина Тен, және сұхбатымыз барысында біз Ирина ханыммен қазақ тілі және журналистика жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Ирина, шақыруымды қабыл алғаныңыз үшін рахметімді айтамын. Шақырғаныңызға рахмет. Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Қайырлы күн дегеннен бірден Таңшолпанға қатысыңыз бар екенін түсінуге болады. Сізді аудиториямыз, әсіресе теледидардың алдында отыратын аудитория Таңшолпан бағдарламасының арқасында таниды. Ол рас. Кәдімгідей, бірақ телевизиялық форматта сөйлеу, камера қосылған кезде, камераның саған қарап тұрған кезде білсең, білмеймін, автоматты түрде осылай басталады сөз. Сіз енді тікелей эфирде жұмыс істеп үйренгенсіз ғой. Демек, жаңағы кідіріп қалуға болмайды, немесе бір үзіліс жасап қалуға болмайды, өзінің бір ережелері болу керек. Бірақ біздің эфирімізде монтаж деген нәрсе бар, сондықтан монтаж жасамауға тырысамыз, әрине. Бірақ десе де, бірдеңе дұрыс болмай кетсе, қобалжымаңыз, реттеп аламыз монтаж барысында. Қобалжу жоқ, бірақ кезінде Владимир Познер айтып еді, монтаж жасалатын сұхбаттарға бармаймын. Оның бірінші талабы монтаждың жасалмауы. Сондықтан оның да бір жақсы жағы бар сияқты. Өзім тікелей эфирде жұмыс істегеннен кейін сол форматты жақсы көремін. Біз телевизия тақырыбына ораламыз. Алдымен өзіңіз туралы әңгімелесіп көрейік. Былтыр сіздің өміріңізде үлкен бір өзгеріс болды, жақсы өзгеріс. Сіз тұрмыс құрдыңыз. Енді жаңа отбасына келін болып келдіңіз. Кәріс қызына қазақ отбасына келін болып келу қандай? Күшті. Бір сөзбен. Тамаша. Өмірім қатты өзгерді деп айта алмаймын, себебі мен қазақи ортада өстім ғой. Қазақ халқының дәстүрлері, тұрмысы маған жат емес. Бір жағынан қазақ халқы мен корей халқының ұқсастықтары өте көп, менталитетінде, тәрбиесінде, қоятын талаптарында деген сияқты. Сондықтан мен өзімді кәдімгі судағы балықтай сезінемін. Өте тамаша отбасына келін болып түстім, өте бақыттымын. Әр күн сайын шүкіршілік білдіремін. Қазақ пен кәріс ұлттарының арасында қандай ұқсастықтар бар? Ұқсастықтар өте көп. Бала тәрбиесіне қатысты, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты. Білмеймін, тіпті тілдерде де ұқсастық бар. Алтай тобына жатады ғой. Сондықтан жаңа қолғап, кәрісше, чаңғап деген сияқты. Су, кәрісше су болады. Кәрісшеде су бола ма? Сондай ұқсастықтар көп, фонетикалық жағынан да. Сосын қазақ тілін білетіндер корей тілін тез меңгереді екен. Кореядан келген азаматтар қазақ тіліне де тез бейімделіп кетеді. Неліктен? Өйткені біздің сөздеріміздің, сөйлемдеріміздің құрылымы бір ма? Құрылымы бір және фонетикалық ұқсастықтар бар. Қ, Х, Ғ деген дыбыстардың барлығы екітіледі. Жеңіл меңгере салады дейсіз ғой. Солай, солай. Бірақ мен корей тілін әлі де үйрену процесіндемін. Сәттілік дейміз. Сіз қазақ тілін меңгергенде ешқандай қиындыққа тап болмадыңыз. Бұл өзіңіздің отбасыңыздағы ұстаным солай болды ма? Немесе оңтүстікте жүргенде тілді меңгеру оңай шаруа ма? Қалай айтсам болады? Бір жағынан менің тілім орысша, қазақша қатар шықты деп айта аламын. Себебі үйде бізде орысша сөйлейтін ол уақыттарда. Қазір үйде 100% бәрі қазақша сөйлейді. Сөйлей алады да, ол тілді тұрмыстық жағдайда да қолданады. Негізі ол кезде үйде орысша сөйлейтін, далаға шықсам қазақша сөйлеп кетемін. Тіпті санауды біріншіден қазақша үйрендім. Кейін орыс мектебіне білім алуға беруді ұйғарды. Үйдегілер себебі аралда бір ғана орыс мектебі болатын. Және бұл мектепке түсудің өзі бір үлкен жетістік көрінетін. Себебі барлығы сол мектептен білім алғысы келді. Ол 100 жылдық тарихы бар, өте керемет мектеп, мұғалімдері барлығы тамаша. Орысша білім алдым. Дегенмен 5-ші сыныптан бастап, қателеспесем, менде бір амбиция пайда болды. Қазақ тілі әдебиетінен олимпиадаларға қатысып, мен бірінші орын алуым керек деген сияқты. Республикада? Себебі менің өзімнен 4 жас үлкен ағам
сөйтіп олимпиадаларға қатысып, ел аралап, жер көріп, көпшіліктің білмеймін марапатына ие болған азамат еді. Маған сондай бір әдемі үлгі көрсетті, және сондай бір жетістікке жетудің ең әдемі жолы сол көрінді маған. Сөйтіп 5-ші сыныптан бастап өзім жазғы демалыста арнайы дәптер арнап, мақал мәтелдерді жаттап, өлең жаттап, хоббиге айналды. Кәдімгі білмеймін, тіл махаббатқа айналды. Кейін телевизияда жұмыс істегім келеді деген ойды ұстап алдым бір жерден. Ол кезде маған кеңес берген өтіп? Жоқ, олай армандаудың өзі үлкен бір батылдық сияқты көрінді. Оны біреуге айтуға ұяласың, себебі қойшы дейтін сияқты. Мына жақтан сен ана жаққа барып, жұлдыз боламын деп ойлайсың ба, деп күлетін сияқты көрінді маған. Мен мектеп бітіргенше ол арманым туралы ешкімге айтпайтынмын. Бірақ анамның естеліктерін тыңдайтын болсам, мен кішкентай кезімнен телевизордегі адамдар қайдан пайда болады, олар қалай кіреді, солар қалай көреміз деген сұрақтарды көп қоятынсың деп айтады. Мамандық таңдайтын кезде мен журналистика факультетіне құжаттарымды тапсырған кезден бастап, мен не болса да, қалай болса да экранмен шығуым керек деген мақсат болды. Сұрақты былай қойсам бола ма? Сіз армандаған кезде, осы телевизияға шығам деп армандаған кезде, егер сол заманда әлеуметтік желілер болғанда, қазіргідей Инстаграм болғанда және сторисқа қалаған уақытта шығу мүмкіндігі болғанда, сіздің арманыңыз тура сондай болушы еді? Білмеймін. Себебі ол кезде танылудың, көрінудің, өзіңді көрсете алатын бір ғана жол телевизия болды. Қазір мысалға ондай жолдар өте көп, танылудың жолдары көп, механизмдері бар. Оның барлығын қазір онлайн отырып үйреніп алуға болады. Бүгін ақ кез келген адам блогер болып танымал бола алады. Дұрыс айтасыз, қателеспесем, осы Англияның телевизиясына қатысы бар бір танымал адам, қазір есімін ұмытып отырмын, сол 70-ші жылдар айтқан екен, болашақта кез келген адам 15 минутта танымал бола алады деп. Сол дәуренге міне біз де жетіп отырмыз. Сіздің қазақ тілін білуіңіз мансабыңызда немесе өміріңіздің басқа бір бағыттарында қандай да бір артықшылық берді ме? Шешуші фактор деп айта аламын. Менің білмеймін, жалпы өзімді Қазақстанда өзімді бір еркін сезінуіме, осы елдің толыққанды азаматы болып сезінуіме ішкі білмеймін енді еркіндік беретін құрал. Жарымда мысалға бірінші оның маған қойған сұрағы, сен жаттап аласың ба, жоқ әлде шынымен қазақша сөйлей аласың? Ол сұрағы мен бірінші ренжітті, бірақ қызықтырды. Романтикалық кездесуге қалай бәрін жаттап барасың, ол мүмкін емес нәрсе ғой. Мен сұхбат барысында сізге ыңғайсыз сұрақтар қойып отыруға тырысамын. Сондықтан келесі сұрағымда ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ ол менің жұмысым деп. Білесіз ғой, біздің жұмысымыз бір. Бұған дейін өзіңізге бірнеше рет бардым, сұхбат беруге Таңшолпанға енді орнымыз ауысып отыр. Былай қойын сұрақты. Өзіңіздің мансабыңызда өрлеуіңіз кәсіби біліктілігіңіздің арқасында болып жатыр ма, немесе енді өзге ұлт өкілі қазақ тілін біледі екен ғой, сондықтан артықшылық берейік дегеннің арқасында болып жатыр ма? Өте орынды сұрақ, себебі бұл сұрақ кезінде айтуға оңай бағдарламасында да қойылды. Бейсен ағамыздың бағдарламасында? Бейсен ағамыздың бағдарламасында бір тақырып болды, ол кәдімгі конфликтке айналуға сәл ғана қалып еді, себебі бір кісі көрермендердің арасында сол тек тіл білгеннің арқасында ғана сендерді экранға шығарады ғой деген сияқты айтты. Ол кәдімгідей мен үшін үлкен бір текпетті челлендж болды. Өзіме дәлелдеуім керек болды кәсіби біліктілігімді. Кейін бұндай сұрақты қоятын кезде нақты жауап бере алатындай. Себебі білмеймін, экранның ар жағында отырған адамдарға бәрі оңай көрінуі мүмкін. Оларды киіндіреді, текст жазып береді, олар әп-әдемі болып эфирге шыға салады деген сияқты. Бірақ біз деген мың түрлі кастингтен өтеміз. Мен сияқты тіл білетін өзге ұлт өкілдері де, шетелдіктер де, біздің елдің азаматтары да бар ғой. Бәріміз жаңағыдай
білмеймін енді. Тек сол ғана фактор болса, онда таңдау өте көп. Тілді білетін адамдар қазір шүкір көбейіп жатыр, қуанамын. Бірақ бұдан да басқа факторлар бар деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін телевизия саласында жүргеніме қаншама жыл болды. Өз біліктілігімді, кәсібилігімді эфирге шыққан сайын дәлелдегім келеді. Дәлелдеуге тырысамын. Дәлелдеп жүрсіз, үлкен жауапкершілік, көпшілік алдына шығу, дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс ой салу. Ирина ханым, жаңа айтуға оңай бағдарламасында болған ситуацияны келтірдіңіз. Ол рас, ондай әңгімелер бар, өйткені өз құлағыммен де естідім, интернетте көрдім. Қазақ тілін сол телевизияға бару үшін меңгереді, немесе телевизияда қазақ тілін білген үшін ғана жүр деп айтушы еді. Сондай комментариялар да болатын. Желіде міне өзіңіз де былай айтқан екенсіз бір сұхбатыңызда, мені тележүргізуші еткен қазақ тілі деп. Енді осы мен үшін жаңалық болып отыр. Қазір қазақ тілі білетін өзге ұлт өкілдері көбейді, және арасынан таңдау бар деп айттыңыз, иә? Бұрын бәлкім басқаша болған шығар. Қазіргі кезде өзге ұлт өкілдері қазақ тілін меңгеріп жатса, телевизиядан басқа баратын қандай жерлер бар, қандай опциялар қарастырылған? Кез келген барлығы ниетке байланысты және адамның еңбек етуге дайындығына байланысты. Егер адам істеймін десе, ол қандай кедергілер болса да істейді. Істемеуге сылтау табамын десе, оны да табады. Осыдан бірнеше жыл бұрын, 2010 жылдардың басында, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқының 95%-ы 20 жылға қарай қазақ тілін жаппай білетін болды деп айтты. Біз енді 21 жылы өмір сүріп жатырмыз, 20 жыл артта қалды. Бірақ көріп жүрміз, интуитивті түрде сезіп те жүрміз, 95%-ы сөйлеп жатқанға әлі ұқсамайды. 95% деген ол 10 адамның 9,5-ы қазақша білу керек деген. Айналаңда 10 адам болса, сол 10 адам дерлік қазақ тілінде сөйлейді деген сөз ғой. Енді соңғы кездері тағы бір ақпаратты көзім шалып қалды. Қазақ тілін алдағы бірнеше жылда көпшілік меңгеретін болады деп айтады. Бұл тренд сол 90 жылдары тәуелсіздік алғаннан бері жалғасып келе жатыр да. 90 жылдары меңгереміз, 2000 жылдары меңгереміз, 10 жылдары меңгереміз, 20 жылдары меңгереміз. Міне уже тәуелсіздіктің 30 жылдығы биыл, бірақ 95%-ға жақындамадық. Қалай ойлайсыз, неге бұл бір орында тұр? Бұл мәселе. Кәдімгі тіл мәселесі қазіргі таңда шынында айтсам, кейбір орталарда бір агрессия тудыратындай тақырыпқа айналып кетті. Міне содан деп ойлаймын. Кез келген күш, агрессия ол әлсіздіктің белгісі ғой. Демек, сол бір дискомфорт тудыратын тақырып болып тұр, иә. Әрине қазір қазақша сөйлейтін, түсінетін адамдардың қатары көбейді, ол қуантады, оны жоққа шығаруға болмайды. Және адамдардың қазақ тілін меңгеруге деген қызығушылығы да артып келе жатқан сияқты. Меніңше қазіргі таңда осы мәселеден агрессия, бір үлкен дау тудырмай, кәдімгі біздің өмірімізге енгізе беру керек. Ол кәдімгі қарапайым біздің өмірімізде қалыпты, әрдайым бар нәрсе сияқты болу керек. Және бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек. Кейбір азаматтар әлеуметтік желілерде жариялап жатады, мен сөйлеп едім, маған күлді, мен бүйтіп едім, маған бүйтті деген сияқты. Менің ортамда ондай нәрсе ешқашан болған емес та. Мен оны түсінбеймін. Осы сылтау ма, немесе шынымен күлетін адамдар бар ма қоғамда? Мен өз басым. Енді біз қазақ тілін білеміз ғой, ондай проблемаға тап болмадық. Мен үшін де ол үлкен сұрақ. Шынымен де адамдар күле ме екен, жоқ әлде ол сылтау ма екен деген сияқты. Мен анам мысалға ол қазақ тілін тұрмысқа шыққаннан кейін ғана үйрене бастады. Өйткені ол Өзбекстанда тұрды, тұрмысқа шыққан. Бірақ қазіргі таңда ол қазақша сөйлейді, қазақша ойын жеткізе алады, акценті болса да, кейбір жерде жалғаулары дұрыс болмауы мүмкін, кейбір жерде жаңағы ойын жеткізген кезде қиналып, ойын жинақтауға уақыт керек болады. Бірақ күлген адамды көрмедім мен өмірімде бір рет болса да. Қайта адамдардың бәрі сүйсініп, көмектесіп, оны сүйкімді көреді, оған көмектескісі келеді, ойымды жеткізуге жаңағыдай ой қосқысы келеді деген сияқты. Мен сізбен келісемін. Мен көмектескісі келетін адамдар көп. Мысалы өз басымда қазақша сөйлеуге тырысып жатқан адамды көрсем, сөйлей алмаса да, күлу деген
білмеймін, ол ең соңғы келетін ой ғой, ол тым да күлкілі емес. Қазақ тілін халқымызды біріктіретін, ұйытуына себепші болатын негізгі фактор деп айта аласыз ба? Иә, айта аламын. Себебі біз Қазақстанда тұрып жатырмыз. Ол қазақ елі, ол қазақтардың жері. Өзге ұлт өкілдерінің саны өте көп. Бірақ дегенмен де бізді біріктіретін бір ғана ортақ құндылық болу керек. Мысалға, біздің елде әр ұлттың салт дәстүрлерінің сақталуына, тілінің сақталуына барлық жағдай жасалып жатыр. Бірақ бәріміз 130-ға бөлініп кете алмаймыз ғой. Ол бір мемлекет болмайды ол кезде. Сондықтан бізді біріктіретін, барлығымыз бірдей түсінетін, барлығымыз бірдей жақсы көретін бір ортақ құндылықтар болу керек деп ойлаймын. Мен қазір өзімнің YouTube каналыма кәсіпкерлермен, саясаткерлермен, саясаттанушылармен, тіл мамандарымен кездесіп сұхбат жазып жүрмін. Демек, маған қонаққа келіп жатқан адамдар әртүрлі саладан. Мен осыға дейін бірнеше жыл бұрын, атап айтқанда 2013 жылы, ол кездегі YouTube каналыма 25 сұхбат жаздым. Бәлкім көрген боларсыз, мен қазақпын деп атадым сол бағдарламаны. Және 25 бағдарламаға 25 өзге ұлт өкілін шақырдым. Және тағы айтайын деп отырғаным, мына қазақ мектебінің маңызын айтып өттіңіз. Олар түсінеді, бірақ сөйлемейді, себебі біз қалада өстік. Тіл меңгеруде жалпы қандай қиыншылықтарды кездестірдіңіз? Өйткені бір адамның бір ішкі дүниесіндегі бір психологиялық процестер жүреді. Өйткені алдымен біз сөйлеуге қорқамыз. Мен соны түсінбеймін, неге тырнақ астынан мен де түсінбеймін. Өйткені неге түсінбейтін себебім бір елдің азаматтарынан бөлек әңгіме шығып отқанын түсінбей отырмын. Егер де шынымен де біз бір елдің мүддесін қорғап жүрсек, ол азаматтар ертең болмаса, арғы күні болмаса бізге қарап қазақ тілін үйренетін болады. Біз бұған дейін де қозғадық осы тақырыпты. Жалпы қазақ тілінің бизнес саласында ахуалы қандай? Қазақша сөйлегенде, мысалы қазақ ағашқаларымен, оларда саған сенім болады да. Ол адамдардың барлығы кейбір қазақтардан да артық меңгерген болатын қазақ тілін. Сол кезде өзіңізбен сұхбаттасқандай сұхбат жүргіздім. Енді 7-8 жыл өтсе де, ол сұхбаттардың өзектілігі жойылмай жатыр. Және де әлі күнге дейін үлкен қаралым жинап жатыр. Барлығын қосқанда миллионнан асып кетті қаралымы. 25 бағдарлама. Тіптен былтырғы жылдың өзінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы сол сұхбаттар сериясы үшін маған мейірім деген бір медаль берді. 7-8 жыл өтсе де. Енді сізге мынадай сұрақ. 7-8 жыл өтсе де неге сұрақтарымыз ауыспай жатыр? Мен сонша уақыт өтсе де бір-біріне ұқсайтын сұрақтар қойып отырмын әлі күнге дейін. Неге бұл тақырып әлі өзекті болып жатыр? Неге ешқандай өзгеріс жоқ? Мәселен, IT саласын алғанда 2013 жылғы сұхбат пен 8 жылдан кейінгі сұхбаттың арасын жер мен көктей. Сұрақтар да әртүрлі, бұл сала дамып кетеді, алға жылжып. Неге біз бір орында тұрмыз, қалай ойлайсыз? Ешқашан ескірмейтін тақырыптарды алатын шығарсыз. Бәлкім. Өйткені өзіңіз айтып отырсыз, IT саласы болсын, кәсіпкерлік болсын, ол жақта нақты есеп жүргізу, нақты жетістіктерді бақылау оңайырақ. Прогресті көресің. Цифрлар арқылы деген сияқты. Ал мына адами тұрғыдан қарайтын болсаң, тіл мәселесі, дәстүр мәселесін алып қарайтын болсаң, оны өлшеу өте қиын. Біреуге мынандай болып көрінеді, біреуге бұл мәселе тіпті жоқ сияқты көрінеді. Сондықтан да бұл ешқашан ескірмейтін, актуалдығын жоғалтпайтын тақырыптар шығар. Актуалдылығы? Сұрақты тағы да 20 жылдан кейін қойсаңыз, әлі де актуалды болуы мүмкін. Мен шыны керек, 10 жылдан кейін бұл сұрақтарды қойғым келмейді. Өйткені сұрақтардың арасында неге біздің халқымыздың 90% әлі қазақ тілінде сөйлемейді деген сұрақтар бар да. Оны 2013 жылда қойдым. Сол жылдары елбасы айтқан болатын. Шыдай тұрыңдар, 7 жылдан кейін 95% сөйлейді деп. Мінекей 7 жыл, 8 жыл өтті, қайтадан сол сұрақтар көтеріліп жатыр. Және 9 жылдан кейін бұл сұрақ көтерілген қаламаймен 90% болмаса да, 80% сөйлесе, игі болушы еді. Сұрағым осыдан туындап тұрды, жаңа сізге жолдап жатқан. Бірақ, мысалға, менің ортамда айтатын болсам, менің ортамда қазақша білмейтін адамдар өте аз, жоқтың қасы. Сондықтан маған ол мәселе шешіп келе жатқан сияқты көрінеді.
бұл статистиканың қалай жүріп жатқанын, ол немен өлшенетінін табу да өте қиын деп айтып отырмын. Қазақ тілін білу деңгейлері әртүрлі да адамдардың. Сондықтан бұл сұрақты 20 жылдан кейін қойсаңыз да, оның жауаптары әртүрлі болуы мүмкін. Әлі де ешкім білмейді деп айтады біреуі, екіншісі бәрі біледі болды. Бұл сұрақ жоқ деп айтуы мүмкін да. Көресіз. Бүгін мен қазақ тілін үйренемін, қазақша сөйлегім келеді десеңіз, қазақ тілді пабликтерге жазылыңыз, қазақша ән тыңдаңыз, қазақша бағдарлама көріңіз, қазақша сөйлеуге тырысыңыз. Мейлі күлсін, жарайды, күле береді адамдар. Таңшолпан бағдарламасын қарасын. Иә, сол Таңертең тұрып. бір сылтау болып тұрса, адамдар күледі деген сияқты. Күлмейтін 1-2 адам тауып алыңыз ортада. Сол адамдармен сөйлесіңіз, қал жағдайы білісіп тұрыңыз. Қазақстан телеарнасында жұмыс істейтініңізді білеміз, дегенмен сіздің азаматтық көзқарасыңыз қызық болып тұр да. Мемлекеттік тіл туралы билік саясаты қаншалықты дұрыс іске асып жатыр? Және де тек қазақ тілділерді жұбату үшін жасалған для галочки бағдарлама ғана емес пе? Қазақстан арнасын айтамын. Жоқ. Қазақстан арнасын көретін, бағалайтын, әрбір бағдарламасын жібермей көретін көрермендер өте көп. Оны күнделікті далаға шыққан кезде сезесің, сені танып жатқан кезде, баға беріп жатқан кезде, сенің жұмысыңның маңызды екенін сезінесің. Көрерменнің бар екендігін көресің. Ол жұмыс істеуге шабытыңды келтіреді, құлшынысыңды арттырады. Қазақстан телеарнасы ол 100% қазақ тілінде сөйлейтін бір ғана телеарна біздің елде. Бұл арнаның болуы заңдылық, басқаша болуы мүмкін емес, көрінеді маған. Және де бұл бағдарламалардың аудиториясы Қазақстан телеарнасы беріп жатқан бағдарламалардың ішіндегі тереңдігін, құндылықтарын жоғары бағалайтын аудитория. Және де өзімде айтып отырмын ғой, өзіңді жаңа тілдік неге батыру керек деген сияқты, тек қана қазақша контент тыңдау керек деген сияқты. Тек қана қазақша сөйлейтін канал болмаса, қандай мысал келтіруге болады. Сондықтан Қазақстан телеарнасының саясаты өте дұрыс деп ойлаймын. Мынадай сұрақ бар. Таңшолпанда ұзақ жылғы тәжірибеңіз бар, дегенмен сол бағдарламадағы тіл жұтаңдығы, көркемдігі, тым жасандылығына қатысты сын көп айтылады. Осымен келісесіз бе? Себебі біз таза қазақша сөйлейміз. Мысалға, өмірде байқасаңыз, тіпті қазір кинолардан да көрсеңіз болады. Тілдерді араластырып сөйлейді. Орыс тілінен қосады, ағылшын тілі қазір еніп бара жатыр. YouTube сериалдар. Иә, краш деген сияқты сөздер өте көп басқа тілден еніп жатқан. Ол кәдімгідей қарапайым өмірде қолданатын сөздер ғой. Ал біз тек қана 100% қазақша сөйлейміз, ешқандай тіл араластырмаймыз. Сондықтан да жасанды болып көрінуі мүмкін шығар. Дегенмен, егер Қазақстан телеарнасы таза қазақ тілінде сөйлемесе, кім сөйлейді? Кім үлгі береді? Ол сөздердің қазақша баламасы бар екендігін кім көрсетеді? Міне, миссия сонда деп ойлаймын. Мемлекеттік арна бүгінгі қоғамдағы жағдайды қаншалықты шынайы бере алып отыр деп ойлайсыз? Мүмкіндігінше максималды түрде шынайылығын көрсеткісі келеді, тырысады. Бұрындары енді цензура болды деген сияқты әңгімелер өте көп айтылды. Сынауға болмайды деген сияқты. Мынандай арнаны қосып қалсаң өмір тамаша, мына арнаны қосып қалсаң өмір сүргің келмей қалады деген сияқты әңгімелер айтылады ел арасында. Бірақ Қазақстан телеарнасы мүмкіндігінше шынайы жұмыс істеуге тырысады. Қазақстан телеарнасы миллиондаған салық төлеушілердің қаржысын ақтай алатындай контент ұсынып отыр ма көрермендеріне? Таңшолпанды сол қатардан деп айтуға бола ма? Сыртқа қалай көрінетінін білмеймін. Мүмкін жаңа телеарна өте көп қаражат деп, телеарнада жұмыс істейтін адамдардың барлығы бай деп көрінуі мүмкін. Бірақ біз ел қатарлы қызметкерлерміз. Мемлекеттік қызметкерлер сияқты біздің де күн тәртібіміз бар, міндеттеріміз бар, шектеулеріміз бар деген сияқты.
сол тұрғыдан алып қарасақ, телеарнада жұмыс істейтін адамдардың тұрмыстық жағдайы ешкімнен ерекшеленбейді. Бірақ оның өзі де адамның өзіне байланысты. Егер де ол мөлшерден тыс, ортадан бөлінемін десе, ол қосымша жұмыс істейді, көбірек жұмыс істейді, демек көбірек нәтижеге жетеді. Біреудің табысын, қаражатын есептеген сырттан отырып, әрине оңай. Бірақ ол адамның еңбегін сол қарап отырған, сырттай қарап отырған адам өтсе, көрсе, оның да жетістігі солай болар еді. Меніңше қазір өз басын, өз тәжірибемен бөлісіп отырмын. Өзім жұмыс істейтін әріптестерім де тамашалайтын шығар бұл сұхбатты. Менің айналамдағы адамдардың барлығы 100% адал жұмыс істеуге тырысады. Мен шүбә келтірмеймін. Қандай қаражаттың құйылып жатқанын, қанша екенін кейбір жағдайда біз өзіміз де білмейміз. Бірақ бізге берілген нақты тапсырмалар бар. Оларды 100% абыроймен алып шығуға тырысамыз. Сіздерге қатысты ешқандай шүбә жоқ бұл жерде? Қаражаттың құйылғанын, шыққанын деген сияқты бізге ол ақпарат кей кезде тіпті беймәлім, тіпті қызықтырмайды да. Телеарнада жалпы шығармашылық мамандықты таңдайтын адамдар ол қаражат үшін жұмыс істейтін адамдар емес. Бір идея үшін, бір ой үшін, бір мақсат үшін жұмылдырылған адамдар ғой. Оған ешқандай шүбә жоқ. Мен сұрағымды кішкене басқаша қойын. Қазақстан арнасының бюджеті ол салық төлеушілердің есебінен қалыптасады ғой. Бюджеттен оған ақша бөлінеді. Жарнамамен табатын шығар бір бөлігін. Бірақ десе де, осыған қатысты өзінің енді салық төлеушілеріне, көрермендеріне 100% пайдалы ақпарат беріп жатыр ма? Сұрағым осы болды. Мүмкіндігінше, мейлінше басты ниет, басты мақсат сол ғой. Пайдалы болу, бір жағынан көңілін көтеру деген сияқты. Бағдарламалардың форматтары әртүрлі. Бірі ұлттық құндылықтар туралы, бірі ақпарат береді, бірі танымдық көкжиегін кеңейтеді, бірі көркемдік фильмдер көрсетеді деген сияқты. Жанрлар өте көп, барлығын қамтып, көрерменге керегін беруге тырысамыз, барынша. Сізге мынадай сұрақ қойын. Енді айналамдағылардан естимін, немесе әлеуметтік желілерде әсіресе резонанс тақырыптар көтерілгенде комментарийлерде, пікірлерде байқаймын. Мәселен, жер тақырыбын алайық. Осыдан бірнеше жыл бұрын жер мәселесі өзекті болып кеткенде, резонанс тақырыпқа айналған кезде қазақтар әлеуметтік желілерде болсын, немесе көшеге шығып, әйтеуір пікірін білдіріп жатты. Сол кезде ең жиі айтылған пікірлердің бірі неліктен бұл тақырып көтерілгенде, өзекті тақырып көтерілгенде елдігімізге қатысты, жерімізге қатысты тек қазақтар ғана өзінің пікірін айтады, неге өзге тіл өкілдері үндемей отырады, неге үнсіздік жариялап отырып қалады, бұл тақырыптар маңызды емес пе, өзге ұлт өкілдері неге қазақтармен бірге жұмылмайды деген пікірлер бар, жоқ емес, оны өзіңіз де көрген шығарсыз. Осыған қатысты енді мен сіздің пікіріңізді естігім келеді да, өйткені қазақ тілін білетін, қазақтың тақырыптарын, дискурсын білетін мамансыз, азаматшасыз. Сондықтан пікіріңіз маған қызық болып тұр. Меніңше ол солай көрінетін сияқты шығар. Себебі бұндай маңызды тақырыптар көтерілген кезде ол бәрімізге тиеді. Мен мысалға шетелге шыққан кезде, өзімді таныстырған кезде мен қазақпын деп таныстырамын. Ұлтым Корей, бірақ Қазақстанды дүниеге келдім деп жаңағыдай көбінесе қазақтың мәдениеті туралы айтқым келеді. Өйткені ол менің өмірім, менің ортам. Мен толыққанды Қазақстан елінің азаматшасымын. Шетелге шыққан кезде менің құқығымды қорғайтын Қазақстан, мен көгілдір паспорттың иесімін. Сондықтан мен үшін сыртта да, іште де осы елдің мәселелері, өзекті тақырыптары әрдайым маңызды болады. Мүмкін ондай пікірлер айтылған шығар, мүмкін сол ортада ондай адамдар болмаған шығар деп ойлаймын. Мүмкін байқалмай кеткен шығар, себебі адамдардың саны да көп болмауы мүмкін деген сияқты. Жалпы ондай жағдайда жаппай бәрі пікір білдіреді деп те айта алмаймыз ғой.
қазақ бауырларымыздың да арасында үнсіздікті таңдағандар да болды. Бірақ сондай уақытта сөйтіп назар бұрып қарағанның өзі дұрыс емес сияқты. Біз өзімізді жаңағыдай бөлмейміз. Біз осы елдің азаматымыз, көгілдір паспорттың иесіміз, осы елдің заңдарына бағынып өмір сүреміз, және осы елдің кез келген мәселелері бәрімізге тиеді. Ондай ақпаратты тыңдаған, естіген, көрген, оқыған өз басым айта аламын, маған ауыр тиеді әрине. Түсіндім. Жаңа сыртқа шыққан кезде өзімді қазақ деп таныстырам дедіңіз. Енді сізді қазақтың тілімен, салт дәстүрімен біте қайнасып кеткен жан деп айтуға болады. Өзіңізді қай ұлт өкілі ретінде сезінесіз? Мен қазақтардың еркелетіп өсірген корей қызымын деп айтамын. Өзіңіз солай таныстырасыз, иә? Және бүгінгі біздің сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Бірақ алдағы уақытта, Құдай қаласа, тағы да жүздесіп қалармыз. Қазақтар өзге ұлт өкілдеріне елімізде, қазір қазақ көрермендер көріп отыр ғой, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін меңгеру үшін қалай көмектесе алады? Қазақша сөйлеу керек. Бірақ жоқ, мен әдейі сен түсінбесең де қазақша сөйлеймін деп емес. Қазақша сөйлеп, қазақша үйрету керек. Өзге ұлт өкілдерімен, немесе бір-бірімен ба? Бір-бірімен, өзге ұлт өкілдерінен, тұрмыстық күнделікті өмірде қолданыста болу керек сол тіл. Сол кезде ғана ол өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып кетеді. Әңгімені қазақша бастау керек. Егер қазақша түсінбей жатқанын көріп тұрса, онда түсіндіруге тырысу керек деген сияқты. Бірақ кейбір адамдар болады, қатып алады. Болды, мен тек қана қазақша сөйлеймін, түсінсең түсін, түсінбесең түсінбе деген сияқты адамдарды көрдім. Оның өзі дұрыс емес. Бәрі, білмеймін, махаббатпен болу керек шығар. Жылылық білдіру керек дейсіз ғой сөйлеген кезде. Мысалға, адамның жылы ниетін, жылы қабағын көріп тұрған кезде сенің ниетің де артады, сенің де құлшынысың артады, тезірек үйренгің келеді. Сол адамға оның үйреткен сөзін қайтадан айтып, білмеймін, жымиған әдемі келбетін көргің келеді деген сияқты. Барлығы жылылықтан, барлығы өзімізден басталады. Егер де адам шынымен де ниет білдіріп тұрса, үйренемін деп, үйретемін дейтін адам табылады. Егер шынымен адам үйреткісі келсе, үйренемін деген адам табылады. Барлығы өзімізден басталады. Біреуді кінәлау оңай. Анау үйретпеді, мынау күлді, маған жағдай жасалмады, маған ешкім келіп оны үйретпейді деп сылтау табуға да болады. Бірақ шын мәнінде егер де осы сылтаулардың барлығын ысырып тастайтын болсақ, адам өз-өзімен қалып, өз-өзімен тілдессе, шынайы жауап беретін болса сұрақтарына, бәрі өзіне байланысты. Мен бір нәрсе білмесем, ол біреудің маған үйретпегенінен емес, біреудің маған келіп жаңағыдай ақыл айтпағанынан емес. Өзіңнен. Өзім ізденіс білдірмедім, өзім қадам жасамадым, демек нәтижеде жоқ. Егер де адам қозғалатын болса, өмір қозғалыс қой, қозғалатын болса, ниетіне жақындайтын болса, арманына, білмеймін, қадам жасайтын болса, міндетті түрде бір қадамға болса да, бір сантиметрге болса да өз мақсатына жетеді, жақындайды. Сондықтан барлығы өзімізден басталады. Әлемді махаббат құтқарады, ол тек романтика емес, ол жалпы өз ісіңе деген махаббат, өз тіліңе деген махаббат, айналаға, әлемге деген махаббат. Бәрі содан басталады. Егер білмеймін, оң аяқпен қадам басып кіретін болсаң, кез келген істі оң аяқпен бастайтын болсаң, бәрі сәтті болады деп. Нәтижесі дұрыс болады дейсіз ғой. Көп рахмет сізге, істеріңізге, жұмысыңызда сәттілік тілеймін. Сізге де рахмет. Амандықта жүздесе берейік. Достар, бүгінгі сұхбатымыз тамам. Әдеттегіше каналымызға жазылып, лайк басып, қоңырауды түртіп және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше.